Тағы да қысқаша өзім үшін дұға етейін. Ием Иса, мен саған дұға етемін, Құдайым. Мен қазір айтатын сөз, әке, жүрегімізге терең енсін, жүрегіміз. Ашық болсын, есту үшін, сенің рухың бізге тисін, бізді өзгертсін. Құдайым, біз бұл қызметтен кетпеуіміз үшін. Қалай келдік, бірақ бұл сөз бізді өзгертті, ол бізді үйретті, ием, сол үшін. Ием, сен әрбір жағдаймен жұмыс істедің, сен әрбір жүрекке бөлек айтасың, мен бәріне айтамын, бірақ сен әрқайсысымен сөйлесесің. Жеке-жеке сен әр адамды және әрбір жағдайды, әрбір маусымды білесің, ол Исадан өтеді, мен сенен сұраймын. Ием, сенің осы қызметте болуыңды және жүрегімізге айт, әке, мені майла Құдайым болу үшін. Сенің қозғалысың үшін ыдыс және барлық даңқ саған тиесілі. Иса әумен, ал бүгінгі уағызды мен атадым. Ыңғайсыз орындықтарға бата беру немесе процеске келісу білесің бе? Мұндай атау сондай болып көрінуі мүмкін. Хайпты ма, бірақ бұл түпнұсқалық үшін хайп емес. Бұл нақты тұжырымдалған. Біз соңында оқитын Інжіл заңы. Бүгінгі сөз ересектерге арналады. Мен көбінесе ересектерге, ести алатындарға кім біледі, кімді жараламайтындарға уағыз айтамын. Оның жүрегіне, жанына сай емес әрбір айтылған сөз. Содан кейін адамды жандандыру керек, адамды қайта қалпына келтіру керек. Бірдеңе айтты. Сен менің тәкаппар екенімді айттың. Ой, бәрі маған жедел жәрдемге немесе басқа нәрсеге керек. Мұндай адамдарға әрине, бірақ менде айтатын ештеңе жоқ. Мен ересектерге айтамын. Міне, уағыздың басында мен бір нәрсемен бөлісемін. Жоқ, бір рухани заңмен бөлісемін. Мен бұл заңды атаймын. Білесің бе, ол жүректің мәселесін ашу орны деп аталады. Яғни біз баратынның бәрі, бізді алып баратынның бәрі. Бог дегеніміз, біз оған процесс арқылы жетеміз. Біз қалаймыз, бірден бәрі шешіліп кететіндей. Бірақ ондай болмайды. Бәріне процесс арқылы жетеміз, процестерден өтеміз, өйткені Құдайға көбірек. Біздің жүрегіміздің өзгеруі қызық. Сондықтан мен осы рухани заңдарды көрсетемін. Осы туралы екі оқиғаны айтып беремін. Құдайдың ілгерілеуінің рухани принципі туралы. Бірақ Інжілде бұл оқиғалар әлдеқайда көп, бірақ мен екеуін айтып беремін. Ал естеріңізде болса, Мұса шақырылғанда білу маңызды. Інжілді бірдеңе түсіну үшін. Кім есінде, Құдай оны қалай шақырды, Мысырға миссияны орындауға жіберді. Олар бәрін келісті, жанып жатқан бұтаның жанында Мұса кетті. Содан кейін жазылғандай, түнгі уақытта Құдай оған шабуыл жасап, өлтіргісі келді. Қызық, иә. Өзі жіберді, содан кейін өзі өлтіргісі келді. Ал Мұсаның әйелі Сепфора қалай түсінді? Бұл да жалғыз Құдайға ғана белгілі, бірақ ол алғаны жазылған. Ол тас пышақ алып, ұлы Герсамды сүндетке отырғызды және кетті. Құдайда Мұсадан Құдай қараңыз, Құдай Мұсаны шақырып, оны Құдай халқын Мысырдан шығаруға жіберді, бірақ қандай да бір кезеңде. Мұсаның отбасында мәселе бар екені анықталды, және бұл мәселе ашылып, жойылмайынша Мұса орнынан қозғалмады. Яғни мәселе бар, міне, осындай оқиғадан бірден қорытынды шығаруға болады. Біз мәселемен жүре аламыз, бірақ қандай да бір жерге дейін. Бірақ шақыруымыздың қандай да бір кезеңіне дейін біз проблемалармен жүре аламыз, бірақ егер біз қаласақ. Ары қарай жылжу үшін бұл мәселе ашылып, жойылуы керек, әрқашан солай болады. Мен айтқым келеді, Құдай бізді шақырып, өз шақыруына жылжыта бастағанда. Білесің бе, Құдай сенің проблемаларыңды байқамайтындай сәт бар сияқты, ол мұны жіберіп алады, қарайды, міне, қалай. Сенде олар жоқ сияқты, бірақ жолда ол оларды аша бастайды, сен бастайсың, міне, ол аша бастайды, саған көрсетеді. Оларға және саған бұл проблемаларды шешуге тура келеді, немесе сен тоқтайсың басқа осындай оқиға. Ол туралы айтатын осы заң туралы оқиға, Дәуіттің сандықты қайтаратынын естеріңізде ме? Иерусалимге Мұсаның кейіннен кейін сандық алдымен филистимдіктерге кетеді, ал онда 7 ай.
Менің ойымша филистимдіктерде болды, содан кейін 7 айдан кейін кім оқығанын біледі. Осының бәрінде қандай проблемалар басталды. Филистимдік қалалар Дагон ғибадатханасы қиратылды, және басқалары олар үшін бұл проблемалар болды, ал олар одан құтылуды шешті. Олар оны Израильге жібереді, ал сандық Аминадавтың үйіне түседі. Адам ал Дәуіт патшалыққа келеді. Патшалығын сандықты қайтаруды шешуден бастайды. Иерусалимге ол оны арбаға салып, өгіздерді жегіп, мыңдаған адамды әнмен және билермен бірге бұл сандық және бәрі жақсы көңілді өтеді. Бірақ қандай да бір кезеңде сандық Нахонның бастырмасымен шектескенде жазылғаны бірақ. Менің бұл туралы айтарым, қаншалықты дәл болатынын білмеймін, бірақ бұл мүмкін, себебі оның кейіннен оның үстінде періште тоқтайды. Інжілді кім оқыса, Израиль жеңіліске ұшырағанда біледі, және Дәуіт осы жерге құрбандық шалып, осы бастырманы сатып алады. Содан кейін осы жерде ғибадатхана тұрады. Бірақ дәл осы сәтте ал сандық тоқтап еңкейді. Жазылған бұқалар сүрініп, сандық қисайды, және Оза оны қолдауды шешті, және осыдан кейін өлі құлады. Дәуіт процесті тоқтатады, немесе біздің жағдайда егер біз туралы айтар болсақ, онда біздің ілгерілеу процесіміз тоқтайды. Қандай да бір сәтке дейін бәрі жақсы, бірақ сенің бір жеріңде көпшік бір жерде қисая бастайды, бір кезеңде сүріне бастайды. Демек, бұл бірдеңенің бірінші белгісі. Бір нәрсені өзгерту керек, және ол жерде, бұл оқиғада не болады? Дәуітке мені Аведтің үйіне жібереді, ал өзі депрессияда Иерусалимге барады. Ал әрі қарай Дәуіт Құдайдан қорықты, және Дәуіт Құдайдан қорықты деп жазылған. Білесің бе, осы уақытқа дейін оның қорқынышы болған жоқ. Міне, оның жүрегінде, мінезінде бір нәрсе жетіспеді. Бұл жағдай арқылы болуы керек еді, және 3 айдан кейін оған Құдай Аведтің үйін жарылқады деген хабар келеді. Ал Дәуітке олардың дұрыс қозғалмағаны және енді бәрін өзгертіп, Құдайдың жолымен жасау керектігі ашылады. Заңы бойынша кемені сырықтармен алып жүру керек, және оны левиттер алып жүру керек, және мұны байқайтындар аз. Ал бәрін өзгерту керек болғаннан басқа Құдайдың заңы бойынша жасау керек. Бірақ Дәуітке Құдай қорқынышы келді, оның жүрегі өзгерді. Бұл қажетті өзгеріс болды, иә. Құдай туралы жаңа аян, Құдайдың тек жарылқайтын ғана емес, кейбір кезеңдерде ол тіпті де болуы мүмкін деген туралы. Өте қатал, және бұл аян Дәуітке келді. Бұл Дәуіттің одан әрі даму үшін қажет болды, және ары қарай Дәуіт бәрін өзгертеді. Келісім сандығын левиттер алып жүреді. Дәуіт патшалық киімінсіз келісім сандығының алдында секіреді, және жаңа қызмет басталады. Библия Дәуіттің шатыры деп атайтын жаңа ғибадатхана ашылады, бірақ жаңа маусымға көшпес бұрын Құдай біздің өмірімізден кедергілерді алып тастайды. Әрқашан солай болады. Ал ары қарай не болады? Библия Дәуіттің шатыры деп атайтын жаңа қызмет болады. Ол Мұсаның шатырының үлгісі бойынша жасалмаған, бұл жаңа қызмет болды. Бұл пайғамбарлық қызмет болды. Онда келісім сандығы бәріне көрінетін келісім сандығы. Перденің артында тұрмады. Шатырға кіргендердің бәрі келісім сандығын көрді. Мен 2 патшалықтар 6 тарау 17 тармақты оқып жатырмын. Және олар Құдай иенің келісім сандығын алып келіп, оны шатырдың ортасындағы өз орнына қойды. Енді осы 2 оқиғадан қорытынды жасайық. Оза кінәлі емес еді деп айтайық. Иә, ол жақсылық жасағысы келді және қайтыс болды. Көптеген Озаның өлімі туралы түсіндірмелер бар. Мен өз нұсқамды ұсынуға тырысамын. Оза батылдық үшін жеңілді делінген. Ол мұрынды қолдағысы келді, бірақ ол батылдық үшін жеңілді. Менің ойымша, бұл білік емес, рухани. Процесс құтқару сандығын осы қозғалысты тоқтату үшін еңкейтті. Бірақ Оза қарсы тұруға батылы барды. Оған әрекет етуге. Құдайдың көзінде бұл батылдық сияқты көрінді.
Ал бұл оған қарсылық сияқты көрінді. Құдай істеді. Боза бұл кездейсоқтық деп ойлады. Бабалалар кездейсоқ түрде құтқару сандығын еңкейте алады. Мен мұнда мүмкін деп ойламаймын. Ол кезде жер бетіндегі Құдайдың өкілі құтқару сандығы кездейсоқ түрде бірдеңеге. Оның басына қандай да бір кездейсоқтықтар болуы мүмкін. Құдайда бірдеңе бақылауда болмады деп ойлаймын. Менің ойым, ковчегті еңкейтті, себебі бұдан әрі олай қозғалу мүмкін еместігін көрсету үшін. Және білесің бе, озаның жеңілісі қай жерде болғанын тағы бір нәрсені көруге болады. Оза Құдайдың істегеніне қарсы тұруға батылы жеткен жерде. Мен үшін білесің бе, сен үшін қалай екенін білмеймін, бірақ мен үшін мұндай нәрселер сабақ болады, мен көріп тұрғанымды оқимын. Бұл жерде сабақ бар екенін егер біз Құдайға осындай қарсылық көрсететін батылдық танытсақ, бұл бізді Құдай жолында өз батамызға апарады. Егер біз осындай қарсылық көрсетсек, бұл алып келуі мүмкін. Өлімге, сенің рухани өліміңе білесің бе, ал бұл әлі де мойынсұнбаған жер. Иә, біздің өміріміздегі мәсіхтің астында бәрі өлуі керек, озаның жеңілісі, бәрі де емес. Құдайдың қозғалысына қарсы тұратынның бәрі өлуі керек. Біздің қозғалысымызда бір орын бар, ол кезде біз Мәсіхтің соңынан ереміз, шақыруға бара жатырмыз. Мұндай орын міндетті түрде болады. Білесің бе, бұл болуы мүмкін. Сен аяғына дейін бірге барамын деп ойлаған адамдар. Бірақ егер олар кішіпейіл болмаса, егер олар ешкі сияқты кішіпейіл болмаса, Құдай оларды сенің өміріңнен аластатады. Олар жай ғана кетеді. Құдай оларды сенің ортаңнан аластатады. Құдай Израильдің бәріне келісім сандығының толықтай оның бақылауында екенін көрсетті. Білесің бе, бұл оқиғалар маған біз Мәсіхтің соңынан өз шақыруымызға қарай ұзақ уақыт бойы дұрыс емес жүрекпен дұрыс емес ниетпен жүре аламыз, бірақ бір кезеңде Құдай мәселе ашылмайынша немесе жойылмайынша барлық қозғалысты тоқтатады. Мәселе жойылды, ол қай жерде болса да, біздің жанымызда, айналамызда, ішімізде болса да, біз бұл жерден ешқайда жылжымаймыз. Сондықтан Құдайдың батасы мен шақыруына кірмес бұрын Құдай жояды. Саған ұнамайтынның бәрін кесіп тастайды. Осы процестерге дайын бол. Мұсаны Құдай өлтіргісі келгенін ескер, бірақ Сипфора Гесамды сүндетке отырғызды. Мұса ары қарай кетті. Ал Озуды өлтірді. Яғни мен үшін Құдайдың мынауы қағидасы, егер біз осы жерде өзгермесек, Герса сияқты сүндеттелмесек, Құдай процесіне қарсы тұрамыз. Тіпті Оза түсінбегендей, рухани өлім алда болуы мүмкін. Әрі қарай бармаймыз. Білесің бе, біреудің мені тыңдай алатынына, біреудің тыңдай алмайтынына немесе қаламайтынына мен өте сабырлы қараймын. Міне, Құдайға шүкір, егер мені бәрі тыңдаса, мен үшін бұл үлкен мәселе болар еді. Өйткені білесің бе, Иса Мәсіхтің уағыздарында адамдар құлақтарын жауып қашып кететін. Адамдар қашып, құлақтарын жабатын уағыздар болған. Құлақтары басқа қарсыласа бастады, ал үшінші, ең кішкентай бөлігі оны тыңдады. Иса уағыз айтқанда, оның аузында жағымпаздық болмағаны жазылған. Яғни ол қызметшілерді еркелетпеді. Білесің бе, мотивациялық мысалдармен. Міне, мен уағыз айта бастаймын. Мен дайындалып жатырмын. Бұл мотивациялық мысал емес. Бәрі жақсы, сен жеңіске жетесің. Жеңіске жетесің бе, жоқ па, білмеймін. Міне, қазір біз осы туралы айтатын боламыз. Бұл байланысты болады. Мен әрқайсымыздың Иса Мәсіхте миссиясы бар екенінен бастаймын. Иә. Шақыру. Бірақ сен оның ішінде боласың ба, жоқ па? Бұл сенің мойынсұнуың мен трансформациялық процеске келісіміңнің мәселесі. Егер бүгін саған сенің миссияң ашылмаса, мен сенің орныңда тұруың мен мәңгілік сәбилігін күтіп тұрғанын айтамын. Егер сен өзгеріске түспесең, кейбіреулерді бұл қанағаттандырады. Міне, кейбіреулерді бұл қанағаттандырады. Көптеген адамдарды бұл жарайды, өтінемін, осылай қалуға болады, бірақ мен бұл жағдайға көнбейтіндерге айтамын, бір орында тұруға.
Сондықтан егер сенде бүгін миссия болмаса, сен оны әлі білмейсің, ал Құдайдан қайда бара жатқаның туралы уәде жоқ болса, мен саған тікелей айтамын, сен ешқайда бармайсың егер сенде бұл болмаса, сен бүгін ешқайда бармайсың егер сен қайда екеніңді білмесең. Бара жатқаныңды демек сен ешқайда бармайсың, сондықтан бір амалы бар, мен саған айтайын, иемізге жүгінде сұра. Сенің миссияң қайда, ал түсінесің бе? Миссияның балалары миссиясыз бола алмайды, бұл әрине. Иә, миссияның балалары миссиясыз бола алмайды, біз мақсат үшін жоғарыда туамыз. Миссияны орындау үшін, шіркеуде отыру үшін емес, біздің өміріміз Иса Мәсіхтің есімін дәріптеу үшін, міне, біздің миссиямыз. Барлығы үшін ол біреу, бірақ бізде әртүрлі бағыттар бар, әрине, ал біз әрқайсымыздың әртүрлі шақыруымыз бар, бірақ бұл әрдайым Иса Мәсіхті дәріптейтін өмір болады, оның ішінде көрінетін. Құдай болды, ал мен саған біздің әкеміз қандай екенін айтып берейін. Бастау үшін, иә, біз оның сүйіспеншілігі неде екенін айтайық. Бүгін Құдайдың сүйіспеншілігі туралы көп айтылады. Сүйеді, иә. Сүйеді, міне ол әумен сүйеді, білесің бе, мен саған айтып берейін, біз бұрылыстарға таң қалмас үшін. Құдайдың тағдыры біздің әкеміз қандай, естеріңізде болса, Иорданияда шомылдыру рәсімінен өткеннен кейін Иса, сен менің сүйікті ұлымсың дегенді естіді. Содан кейін Иса үш елшісімен бірге біз түрлену тауы деп атайтын тауға көтерілгенін естеріңізде ме? Оларға бұлт көрінді, Мұса, немесе бұлттан қайтадан дауыс шықты, бұл менің сүйікті ұлым, оны тыңдаңыз. Бірақ ары қарай біз Құдайдың өзінің сүйікті ұлына Гетсиманияны ұсынғанын көреміз. Иә, Гетсиманияда кресті ұсынады, білесің бе? Сүйікті ұлы да мен маған осы тостаған, бірақ менің еркім емес, сенің еркің деп жауап берді. Міне, әкең сені неғұрлым жақсы көрсе, сенің миссияң соғұрлым қиын болады, түсінесің бе? Бәрі көмектескісі келеді, сондықтан Құдай мені жақсы көреді, және менің проблемаларым шешіледі, өйткені ол мені жақсы көреді. Бірақ мен айтайын, Құдай неғұрлым жақсы көрсе, сенде миссия соғұрлым көп болады. Міне ол, яғни шақыру принципі. Сен менің сүйікті ұлымсың, крестті ал. Түсінесің бе, егер сен сүйікті ұл болсаң, онда оның артында крест тұрады. Исада Мәсіх, яғни сол процесс бізді де ертіп жүреді. Және білесің бе, біз бұл сәтті бастан өткергенде, біз Құдайды түсінбей қаламыз. Біз мен сүйікті ұлмын, менімен мұндай қалай болуы мүмкін деп ойлаймыз. Құдай мені қолында көтереді, мен дауласпаймын, көтереді, бірақ өмір бойы емес. Ол сені өмір бойы көтермейді. Қолында бала секілді, білесің бе, қайта туылғанда біз нені білеміз? Біз көктегі әкенің балаларымыз, біздің рухымыз овчені шақыра бастайды, бірақ әкенің сүйіспеншілігі бізге мамық көрпе ұсынбайды, және шоколад қосылған балмұздақ емес. Крестті алу дегеніміз не? Бұл сенің миссияңды, өз миссияңды орындау аймағына бару дегенді білдіреді. Сен неге шақырылдың? Иса Мәсіхтің сен үшін барлық нәрсесі кресттің арғы жағында орналасқан, сенің батаң. Сенің миссияның ішінде орналасқан, түсінесің бе? Біз миссиясыз бата алғымыз келеді, олай болмайды. Бұл мүмкін емес. Құдай біздің май басқан тәнімізге батасын бермейді. Ол оны крестке апарады, ал әрі қарай біздің таңдауымыз өлу. Немесе өлмеу біз таңдаймыз. Құдай бізді ішінде батамыз бар миссиямен жарылқайды. Біз патшаның балаларымыз, білесің бе, қайыршы секілді өмір сүреміз, сондықтан білесің бе, ол бізді тықпаламайды. Біздің қалауымызды орындау үшін сыйлықтар беріп, миссия мен мәңгілікпен байланысты тағдырға келеді. Маған жақында осы аптада сұрақ қойылды: неге Мәсіхте сенушілер соншалықты көп азап шегеді? Мен жердегі уақытша азаптар көкте мәңгілік даңққа айналады деп жауап бердім. Римдіктерге 8:18. Паул, себебі менің ойымша қазіргі уақытша азаптар бізге ашылатын даңқпен салыстыруға тұрмайды дейді. Яғни азап процесі бар, және салдары бар, даңқ бар. Егер біз ақымақ әрекеттердің салдарынан емес, Мәсіхтің жолынан азап шексек, біз өзімізге көкте даңқ жинаймыз. Біздің басымыздан өткен мен бізде болатын нәрсенің арасында байланыс бар. Мәңгілікте онымен байланыс бар. Әрқашан Құдайдың тағдырына қадам басу қорқынышы болады, бірақ қорқыныш арқылы жасалған қадам біздің сенімімізді дәлелдейді.
Және жаңа деңгейге есік ашады, білесің бе? Біз бірден ересек болып тумаймыз, біз жеке тұлға ретінде дамимыз біз. Еш нәрсе істей алмайтын сәбилерден бастаймыз, және жауапкершілігі бар адамдармен, әкелермен аяқтаймыз. Қалай болғанда да болуы керек, солай болуы керек. Біздің рухани дамуымыз, рухани туыстығымыз әрқашан, әрдайым крест арқылы жүреді. Әрқашан басқа жол жоқ, және крестті қабылдамау біздің дамуымызды тоқтатады, және Құдай білесің бе, өз мейірімі мен сүйіспеншілігі бойынша бізге крестті таңдауға итермелейтін жағдайларды жиі жібереді, және бұл бір рет қана болмауы мүмкін. Менің өмірімде бұл бірнеше рет болды, білесің бе, елшілердегідей. Міне, біз осындай позицияға келгенде, бізде жол болмайды. Міне, жағдайлар шамамен сенде жол болмаған кездегідей. Артқа, олар сенде енді барар жер қалмаған, және тек алға ғана бара алатындай болуы мүмкін. Және білесің бе, саған тағы не айтайын? Крест ұсынысы бар болғандықтан, Исаны ұстанғандардың бәрі үшін де бас тарту мүмкіндігі болады. Крест ұсыныс бар болғандықтан, бас тарту мүмкіндігі бар. Сондықтан Мәсіхті таңдау. Білесің бе, біз оның крестін алу немесе одан бас тарту туралы таңдау алдында ғана тұрдық. Осындай рухани қателік бар кезде біз Мәсіхті таңдағаннан кейін біз үшін Мәсіхте бар нәрсені автоматты түрде таңдадық деп ойлаймыз. Мен жоқ деп айтамын. Мәсіхті таңдағаннан кейін бізде оның батасына кіруге немесе кері шегініп кірмеуге мүмкіндік пайда болды. Біздің таңдауымыз. Мәсіх бұл сіздің туу туралы куәлігіңізде тұрған және тұратын туудың бір нүктесі ғана. Қабіріңіздің тақтасында. Бірақ бұл күндер арасындағы сызықша, бұл сіздің қалай өмір сүргеніңіз. Бұл сізге байланысты. Бірінші күн сізге байланысты емес. Екіншісі байланысты емес, бірақ сызықшада бізге байланысты барлық нәрсе бар. Және таңдау. Христа біз енді ғана рухани жетілу жолына түскенімізді білесің. Менің өмірімде өте белсенді өсу кезеңдері болды. Бүгін міне біз куәлік жаздық. Мен ең белсенді өсу бірінші жыл болды деп айттым. Ал ең басында мен Христосқа келгеннен кейін Құдай менің жүрегіммен өте белсенді жұмыс істеді, және бір жылдан кейін мен негізінен жындарды қуып шығардым. Иә, кереметтер басталды. Осындай қуатты емдеулер болды, бірақ менде де болды. Басқа кезеңдерде бәрі тоқтап қалған кезде, және тек тоқтап қалған жоқ, бірақ мен шегіндім. Христостан кері бағытта қадам жасадым. Ал бүгін мен мұның неге байланысты болғанын түсінемін. Бұл әрқашан менің таңдауыма байланысты болды. Менің таңдауым крестті қабылдап, тар жолмен жүру немесе кең жағымды жолды таңдау, білесің бе. Бірақ бұл маусымдардан өтіп, олардан өткеннен кейін мен өз жолдарым туралы айта аламын. Білмеймін, маған сенесің бе, жоқ па, бірақ мен мұны өз тәжірибемде сынап көргеннен кейін айта аламын. Бұл сәтсіздік. Өз жолдарың әрқашан сәтсіздікке ұшыратады. Өз жолың әрқашан осы. Білесің бе, ұсақ эгоист тұтынушы болу жолы. Міне, өз жолдары әрқашан осы бағытта болады. Білесің бе? Мүмкін мен қазір айтатын нәрсені тексеру үшін саған өз сәтсіздігің қажет болар. Ал мүмкін біз мұны тек естіп қана қоймай, бастан өткеруіміз керек. Павел Коринтіктерге олардың не қалдыруы керектігін айтқанда, эгоистік тәндік христиандықтың жолы, олар оны жай ғана бұғаттап тастады, оны тыңдағысы келмеді және кетті. Оларды тонап, тәтті ертегілер айтқандарды тыңдауға. Иә, бұл, білесің бе, бас тарту. Өсу жолын қалдыру. Өсу жолын қалдырып, оларға ыңғайлы болған нәрсеге бару. Олар шіркеуде болды, бірақ олар қозғалмады. Павел оларға қабылдауы керек нәрсені айтуға тырысқанда, олар жоқ, бұл бізге сәйкес келмейді дейді. Бізге бұл керек емес. Және ол еврейлерге 5-ші тарауда 12-ші аятта айтады. Өйткені уақытқа қарағанда сіздерге ұсталу керек еді. Бірақ сіздерді қайтадан Құдай сөзінің бастапқы негіздеріне үйрету керек, және сіздерге қатты тамақ емес, сүт керек. Міне, Павел дәл сол нәрсені жазады. Уақыт өтті, бірақ олар өспеді ғана емес, балалық шаққа қайта оралды. Мүмкін. Сонымен қатар артқа қайтуға болады, түсінесіз бе? Бұл шіркеудің жалпы проблемасы. Адамдар өспейді, өскісі келмейді, бас тартады. Дамудан. Күш пен даңқтың әрбір жаңа деңгейі кішіпейілділіктің жаңа деңгейімен байланысты болады. Сондықтан Құдай бізді жаңа деңгейге майлауды іске қосу конференциясы арқылы емес, крест арқылы енгізеді, ал онда біз мойынсұны бөлуге мәжбүрміз. Құдайдың еркін қабылдау үшін. Сонда күш пен даңқтың жаңа деңгейі келеді, рухани өсу келеді. Бүгін адамдарға
Руханилық дегеніміз бір нәрсені білу, бір нәрсені үйрену сияқты көрінеді. Сондықтан олар мәңгі оқып жете алмайды ақиқатты тануға. Себебі нағыз руханилық бір нәрсені білуде емес, білу және ие болу үшін. Білгеніңді тыңдау, мойынсыну, төзу, кешіру қабілеті. Міне осы шарттар. Рухани өсу және күштен күшке, мәсіх пен қарым-қатынастың жаңа деңгейіне көтерілу үшін. Бүгін шіркеуде көбірек рухани емес, жеке өсу насихатталады. Ал бұл мүлдем басқа нәрсе. Жеке өсу бұл әрқашан өзіңді өзің жаса. Рухани өсу бұл өзгеру үшін, Құдай сені өткізетін нәрседен өту. Білесің бе, біз кресті қабылдау Құдайдың пайдалану туралы ұсынысы екенін түсіне алмаймыз. Оның табиғаттан тыс ресурс мүмкіндіктері. Біз кресттің не екенін түсінбейміз. Трансформациялаушы құрал және бір уақытта процесс, ол батаның себебі болып табылады. Бізді не әкеледі біз? Бата алғымыз келеді, бірақ крестті қаламаймыз, бірақ дәл ол біз үшін баталардың себебі болады. Біз жалынып сұрағымыз келеді. Мұны істеуге болады. Бірақ бұл сені Йордан арқылы өткізбейді. Сен одан өтпейсің. Нақыл сөздер 254 күмістен қоспаны бөліп ал, сонда күміс жасаушының әлеуметтік желісі шығады. Рухани өсу қағидалары бізден қоспаларды жоюмен айтқан нәрсе, қоспалармен қандай да бір кезеңге дейін жүруге болады, бірақ Құдай онымен жұмыс істей бастайтын уақыт келеді. Біз өзіміз өсе алмаймыз. Біз тек Құдайдың қоспаларды бөлу процесімен келісе аламыз. Егер сен білсең, біз неге Құдай өзгертпейді деп ойлаймыз. Мен неге екенін айтамын, өйткені бірінші күш бізден болуы керек. Егер біз Құдай еш нәрсесіз деп күтсек, ештеңеден ештеңе бізбен бірге ешқандай күш салмай, ештеңе істеуіміз екіталай. Күнделікті оқуды бастаңыз. Киелі кітап ерте тұрып аптасына 2 күн ораза ұстап дұға етіңіз. Сонда Құдайдың сізбен қалай сөйлесетінін көресіз. Сіздің мінезіңізбен жұмыс істей бастайды. Сізді ілгерілеу процесіне жетелейді. Ілгерілетпейді, бірақ процеске жетелейді біздің. Қателігіміз, егер Құдай бізге бірдеңе уәде етсе, ол біздің өмірімізде пайда болады деп ойлаймыз. Автоматты түрде еш нәрсеге қарамастан Құдайдың уәдесі, бұл тек өту процесін бастау үшін есептеу нүктесі ғана. Сен ала алатын нәрсе Құдай саған уәде еткен нәрсе, бірақ процеспен келіспесең, ала алмауың да мүмкін егер. Құдай саған бір нәрсеге уәде берсе, онда уәдеден кейін ұзақ әрі ауыр күту басталады, жарайды. Мысалы, еске түсіріңіз. Авраам, бұл біздің болмысымызды өзгертетін сенімнің сыны болмақ, яғни Құдай саған уәде еткен нәрсеге апарар жол әрдайым. Уәдеден кейін жол басталады, біз Құдайға күш салмай жеткіміз келеді. Бірақ ол олай жұмыс істемейді. Егер Құдай бізге бір нәрсе уәде етсе, ол біз жолдың басын қой деген сөз. Ол уәде еткен нәрсеге біз нүктесінде боламыз ба, жоқ па? Ол бізге байланысты, ал мен бұл жолдарда әртүрлі жағдайлар болатынын айтамын. Олар саған ұнамайды, саған ұнамайтын жаныңда адамдар болады, олар саған айтады жағымсыз нәрселер, бірақ егер сен осы адамдарға ашулансаң, осы жағдайларға ашулансаң, жағдайдан кінәліні іздесең, егер сен осымен айналыссаң, орныңнан қозғалмайсың. Сен ешқашанда өз батаңа келмейсің. Жағдайларды және Құдай жұмыс істейтін адамдарды қабылдауды үйренбейінше, сенің жүрегіңнен міне, біз уәде етілген жерімізді өз жеріміздей көре алмаймыз. Мұның бәрін қабылдауды үйренбейінше. Уақыт өтеді, білесің бе? Не болады? Уақыт өтеді. Сенің айналаңдағы адамдар сенің проблемаларыңа кінәлі болады, сен оларды көресің. Израиль халқында әрқашан кінәлі болған сияқты. Бұл Мұса мен Харон болды. Олар шын мәнінде Құдайдың қолындағы құралдар болды. Олар арқылы Құдай өз халқының жүрегімен жұмыс істеді. Оларды дәл сол үшін оларға уәде еткен жерге енгізу үшін, сондықтан бізге келу үшін бәрі керек. Берекеге бұл Құдайдың процесіне келісу. Онда Құдай біздің жүрегімізді тәкаппардан өзгертеді. Өзімшіл, Исаны өз шарттарымен ғана ұстанатын, кішіпейіл және мойынсұнғыш жүрекке. Ал білесің бе, тәкаппар жүректің әрқашан бір сұрауы болады. Бірдеңе айтсаң, адамға ол Құдайдың өзіме айтуын қалайды. Міне, ол маған өзі айтсын. Мен үшін бұл әрқашан көрсеткіш. Бұл тәкаппар жүрек ешқашан Құдай тағайындаған адамды тыңдауға келіспейді.
Тәкаппар жүректің әрқашан мойынсұнбауға себебі бар. Әрқашан бұл адаммен бірдеңе дұрыс болмайды. Естеріңізде ме, Мәриям? Харонмен бірге олар Мұса сен дұрыс емессің, сен мысырлыққа үйлендің дейді. Ал коринфтіктер Павелге олар. Олар айтты, оның сыртқы түрі маңызды емес дейді. Сөзі қарапайым, оны неге тыңдау керек? Тыңдауға болады, және олар Құдайдың өз өмірлерінде істеген барлық істерін қабылдамады. Міне бұл тәкаппар, мойынсұнбас жүректердің белгісі. Білесің бе, егер Құдай сүт пен балы ағып жатқан жерді уәде еткен Израиль халқына қарасақ және бал, иә, бұл уәдеден кейін не болды? Құлдықтан ауыр кезең-кезеңмен шығу. Ал перғауынмен қақтығыс арқылы әр кезеңде еврейлердің өмірі нашарлай берді. Және бұл сенуге үйрену керек болған процесс болды. Құдайға ал бұл процесте тіпті Мұсада тоқтап қалды. Мен 5-ші тараудың 23-ші өлеңін оқимын. Өлең және ол Құдайға барады. Ол Құдайға барды. Кезекті рет перғауын бұрандаларды қатайтқанда ол келді, ол айтады. Себебі мен перғауынға барып, сенің атыңнан сөйлей бастағанымнан бері ол бұл халыққа бұрынғыдан да жаман қарым-қатынас жасай бастады. Құтқару керек нәрсе, ол Құдай уәде еткен нәрсені сен өз халқыңды құтқарған жоқсың. Қара, Құдай уәде берген және орындамаған кезең бар. Ал не болып жатыр мұнда? Бұл діни оптимизмнен сенімді тазарту процесі. Мен осыны біздің өмірімізден алып тастау керек, ал ол сеніммен ешқандай байланысы жоқ. Және әрі қарай Құдай Мұсаға мұны не үшін істеп жатқанын айтады. Және былай дейді: Ибрахимге, Исхаққа, Жақыпқа құдіреті күшті Құдай деген атпен, ал жаратқан ие деген атпен ашылған жоқпын. Және сіз көріп тұрғаның бәрі шын мәнінде менің жаратқан ие екенімді білу үшін. Олардың басынан өткергендерінің бәрі тек жаратқан иенің кім екенін білу үшін. Және білесің бе, олар бұл есімді білмейінше жаратқан иенің кім екенін тәжірибе жүзінде біле алмады, олар кіре алмас еді. Олардың уәде етілген жерге кірмейтіні бірден түсінікті болды. Құдай осы процестер арқылы, олар басынан өткерген ауыртпалықты процестер арқылы ашылды. Процесс біздің Құдаймен жеке танысуымыз үшін бар. Және әрі қарай осы әңгімеде Мұса, ол білесің бе, Израильдің басты мәселесін көрсетеді. Халықтың арқасында ақыр соңында олар жаратқан ие уәде еткен жерге кірмейді. Шығу 6-шы. Тарау 12-ші өлеңнен бәрін оқымаймын, мен тек бізге керегін Мұса жаратқан иенің алдында айтпады. Міне, Израиль ұлдары мені тыңдамайды. Міне, Израиль халқына процесс өтуге мүмкіндік бермейтін мәселе. Уәде етілген жерге кіру үшін құлақ аспаушылығы және еврейлердің тыңдамауға негізі болған сияқты енді. Шынымен де Құдай оларды құлдықтан шығаруға уәде берді, және шығармады, өйткені олар үшін күннен күнге нашарлай берді. Сайын Мұсаның перғауынға әрбір сапары сайын оларға қиындай түсті, бірақ шын мәнінде перғауын оларға бұрандаларды қатайта берді. Сайын Мұсаға деген ашу адамгершілік тұрғысынан әділетті болды, бірақ Құдай процесі мойынсынумен. Мойынсынуды талап етті. Дәл осы процесте мойынсынушы болу керек еді. Онда адамгершілікпен бәрі әділетсіз болып көрінді. Сенім неліктен? Сенім бұл ең Христостың соңынан ерудің күрделі аспектісі. Сенім барлық болмысы талап еткен кезде кез келген бақылауды жіберуді талап етеді. Қандай да бір көрінетін жағдайларға ілініп қалу, ну хоть что-нибудь покажи, Господи, что это так. Бірақ Құдай сенің оған көрінбейтін жағдайларда сенетініңді күтеді. Және білесің бе, бұл шайтанның қақпаны, қашан біз наразы боламыз. Көрінетінге қарап, өзімізді ақпыз деп санаймыз, өйткені бізге солай болып көрінеді, бірақ Құдай біздің бойымызда сенімді тәрбиелегісі келеді. Біздің көрінетін жолдарымыз тегіс емес, ол адал дегенге негізделген сенім. Біз өзіміздің Құдайымызды адал Құдай ретінде білетінімізге негізделген кейде біздің серпілісіміз бір ғана нәрседен тұрады. Сенім актісі тек біреу үшін ғана, ал кейде бірнеше үшін. Яһудилерде болғандай, оларға қажет 10 сенім актісі үшін. Мысырдан шығу үшін өту керек болды, олар 10-нан өту керек еді. Содан кейін бізге, әсіресе
Бірнеше актімен, яғни олардың жағдайы нашарлай берді. Міне мен біз процесті қабылдауымыз керек деп айтамын. Бұл процесс сіздің бір жаққа бара жатқаныңызды білдірмеуі мүмкін, көбінесе керісінше, олардың жағдайы күн сайын нашарлай берді. Соңында не болды? Еврейлер Мысырдан бәрі үшін алғаннан кейін кетті. Өздерінің азаптарын алтын және күміспен өтеу үшін олар Мысырдан қолынан келгеннің бәрін шығарды. Және бұл болды. Оның адалдығының көрінісі. Менің ойымша, білесіңдер, Құдайға не үшін, оларға осыдан өту не үшін керек болды? Азаптар, Құдайға Мысырды тонауға моральдық құқық беру үшін. Құдайда осындай құқық болуы керек еді. Ол әділдігін көрсету үшін білесің бе, мысырлық заңсыздықтар тостағаны ол болуы керек. Толтырылуы керек болды. Құдай әрқашан солай әрекет етеді, ал Құдай өз процестерін іске қосу үшін біз. Құдай біздің өмірімізде дәл осындай сиқыршы болғанын қалаймыз, ал ол жай ғана алтынды ауыстырар еді. Мысырлықтардың қалтасынан израильдіктердің қалтасына жай ғана алтын ешқандай азапсыз өтті, оған не тұрады? Көрінеді ғой, я оған не тұрады, ал Құдай өз халқына төзуге, осы бағаны төлеуге мүмкіндік берді. Кейін өзінің әділдігін көрсету Мысырдағы халқының азабы Құдайға моральдық құқық берді. Міне кейін жоюға. Мысыр шегесіз жай ғана неліктен Құдайдың әрекет ететін қағидалары мен заңдары бар, егер біз қаласақ. Қайда бір жерге, немесе бір нәрсеге келу үшін біз оларды сақтауымыз керек. Құдай өзі осы жерге келіп төзуге. Өзіне қатысты ең үлкен әділетсіздік, кейіннен өзінің даңқы мен сотын көрсету үшін Ишая 5-3 тарау. 6 және 7 өлеңдері біз бәріміз қой секілді адастық, әрқайсымыз өз жолымызға бұрылдық және жаратқан ие. Оның мойнына бәріміздің күнәмізді жүктеді. Құдай әділетсіздік жасап, бәріміздің күнәмізді Исаға жүктеді және ол тіпті наразы болмады да, наразылық білдіруге ең қолайлы сәт сияқты мен олардың күнәларына кінәлі емеспін. Ием, бірақ өйткені Иса әділдік іздеген болса, білесің, ол ешқашан өз миссиясын орындай алмас еді, және әрі қарай жазылған ол азапталды, бірақ ерікті түрде азап шекті және жоқ. Аузын ашпады, қой союға арналған қойдай көрінді және қырқатының алдындағы тоқтыдай үнсіз, сондықтан ол аузын ашты. Неліктен оған келіп, ерікті түрде азап шегу керек болды? Өйткені бұл процесс болды. Бұл әкелетін процесс болды. Патшалардың патшасының даңқына және басқаша отыру мүмкін емес еді. Міне, азапсыз ол позицияны алу. Естеріңізде болса, оған кресте ауырсынуды басатын дәрі берді. Олар оған беруге тырысты, бірақ ол одан бас тартты және бұл кезекті болды. Азғыру, білесің бе, ауырсынуды басатын дәріні ішіп, Иса өз процесінен толық өтпеу үшін кресттен түс. Ал міне, Құдайдың өзі осы заң бойынша жүреді, ол процесс бойынша жүреді, жай ғана, жарайды, не тұрады, жай ғана ол менің сүйіктім. Ұлым, жарайды, ол отырсын. Міне, патшалардың патшасы, барлығы Құдай айтты, әкесі айтты, сен патшалардың патшасың, барлығы осымен аяқталды. Мүмкін, бірақ негізінде ол мұны істемейді, ол бәрін процесс арқылы іске қосады. Иса процесстен өтуі керек. Білесің бе, ол процесстен өткенде, оны ешкім ол жерден жылжыта алмайды, бәрі ол өтті. Бұл оның позициясының процесімен куәландырылды, ол процесспен куәландырылған. Ал Құдайдың өзі осы заңмен жүреді, басында шыдайды, сосын күш пен билік болып соттайды, алдымен ол шыдады. Және жақында келіп күшімен билік ете отырып соттайды, ал күш. Билік күші олар әрдайым айқыштың процесі үшін тұрады, білесің бе, біз ештеңеге төзгіміз келмейді, бірақ күшке ие болғымыз келеді. Билік олар қайдан пайда болады, мұны тіпті жындар да түсінеді. Ораза кезінде бізді қуып шыққанда олар айқайлайды. Жайдан жай бізді қумасың. Пост қабылда. Ондай болады. Біз Антон екеуміз бірнеше күн бұрын осындай жағдайға тап болдық. Тілді бәле, ол бізге оны қалай қуып шығу керектігін айтты. Алдымен қанша уақыт пост ұстау керек екенін айтты. Түсінесің бе, тіпті ол да алдымен құрбандық болу керектігін түсінеді. Демек, Исраил Мысырдан шыққаннан кейін олар ең алдымен қайда барды? Әр аялдамада оларды емтихан күтіп тұрған шөлге. Олар процеске қарсы үнемі бүлік шығарып отырды. Бірақ олар уәде етілген жерге жақындағанда,
Білесің бе, олар бұл процесс қажетсіз нәрсе, әділетсіз нәрсе деп ойлады. Бірақ олар жерге Құдай оларды бастаған батаға жақындағанда олар басты емтиханнан өте алмады. Себебі олар бұған дейін 10 емтиханнан өте алмады. Дәу адамдармен кездесуде олар әлсіз болып шықты. Олардың сенімі, түсінесің бе, созылды. Сөйтіп бүлікшілердің бәрі өлгенше, олар шөл далада тағы 40 жыл тендіріп кетті. Міне, мен бұл оқиғаны қысқаша айтып берейін. Құдай өз халқын Мысыр құлдығынан шығарады. Міне, көреміз. Жай ғана бұл процесс кереметтермен, ұлы белгілермен олардың алдында теңіз айырылып, содан кейін олардың жолы болады. Шөл далада өту керек. Міне, Құдайдың уәдесі мен батасының арасында жол жатыр, және ол бірден көрінеді. Ол шөл дала арқылы жатыр. Құдай саған уәде еткен нәрсені аласың. Құдай уәде етті, бірақ олар алды ма? Жоқ. Жоқ, процесс өтілмеді. Сондықтан бәрі сенің шөл даланы қалай өтуіңе байланысты. Біз Құдай болса деп ойлаймыз. Бәріне уәде берді, жоқ. Эвериялармен олай болған жоқ. Менің ойымша, бізде де бәрі шықпайды. Түсінесің бе, Исраил халқы уәде етілген жермен шекарада тұрғанға дейін тапсыруы керек еді. 10 емтихан, 10 сол жерде оларда емтихан болды. Иса айтады, ол Құдай емес дейді, 10 рет олар мені сынады. Олар сәтті түрде құлатты. Бұл шыдамдылыққа, кішіпейілділікке, сенімділікке, адалдыққа емтихандар болды. Қиын жағдайларда ауыздарын жабық ұстау қабілеті, наразылық олардың негізгі мәселесі болды. Бұл олардың болды. Жүректерінің артықшылығы, олардың жүректерінен осы қиын жағдайларда ағып, олардың бетпе-бет келген. Құдайға деген шынайы көзқарасын көрсетеді. Олар кім шынайы, білесің бе? Діни оптимизм олардан құлатылған кезде. Осы жағдайлармен олардың кім екендігі көрінді. Наразылар, бұл олар ән және бимен шыққан кезде емес еді. Барлық Египет алтынын өздеріне жинап алған, бірақ басқа сынақтар болды, және олар өздерінің шекарасында болған кезде. Берекесінің оларда сенім жоқ екені анықталды. Құдайға сенім жоқ, өйткені олар сыртқы жағдайды көрді. Ал олар Құдай уәде еткеннен гөрі оған көбірек сенді. Олар алыптардың күшіне, Құдайдың адалдығынан гөрі көбірек сенді. Міне, олардың мәселесі осындай болды. Олар алыптардың мықты әрі күшті екеніне сенді, ал Құдайдың адалдығына олар қалайда бұған сенбеді. Содан кейін Құдай айтқан кезде, білесің бе, осыдан кейін Құдай Мұсаға айтады, енді сенің кезегің, шетке шық мен. Қазір оларды жарамен жазалаймын, және сенен жаңа халық бастаймын. Сонда Мұса халық үшін араша түсіп, Құдайға, мысырлықтар жаман сені ойлайды, ием, егер сен оларды дәл қазір осында өлтірсең, олар сенің өз халқыңды енгізе алмағаныңды айтады. Содан кейін Құдай Мұсаға, жарайды, мен оларды сенің сөзің бойынша кешірем. Бірақ қалай? Олар шөл далада өлеміз деді, солай болады да. Қиын кездерде не айтып жатқаныңа қара. Қысым астында жағдайлар, бұл сондай-ақ емтихан сандар 14-ші тарау 20 және 24-ші тармақ. Жаратқан ие Мұсаға былай деді, мен сенің сөзің бойынша кешірдім, бірақ мен тірімін, жаратқан иенің ұлылығы толық. Жер Мысырда және шөл далада жасаған даңқым мен кереметтерімді көріп, мені 10 рет сынағандардың бәрі. Көрдіңіз бе, міне 10 емтихан тапсыра алмай, дауысымды тыңдамаған. Міне, бағынбау. Мен оларға айттым. Мәселе әкелеріне ант еткен жерді көрмейді. Мен уәде бердім, олар көрмейді. Неліктен олар тыңдамады? Өйткені олар емтиханнан өтпеді. Мені ренжіткендер оны көрмейді, бірақ құл. Менің Халеб, өйткені ол басқа рухқа ие болды, және ол маған толығымен мойынсұнды. Батаның себебін көрдің бе? Ол жүрген жерге мойынсынуды енгіземін, оның тұқымы оны мұра етеді. Бұл әлі де жалғасады. Болашақ ұрпақтарда Құдайдың мойынсынуды осы процесте қалай бағалайтынын түсінесің бе? Және мойынсыну керек еді. Мойынсынуға келмейтін процестерде мойынсыну өте ыңғайсыз, түсініксіз болды, бірақ мойынсыну керек еді. Ал білесің бе, бүкіл еврей халқы бірдей бұлттың астында болды. Барлығы бірдей ғажайыптарды көрді, барлығы теңіздің түбімен бір жолмен жүрді. Бірақ кіреберісте болғанда, берекеге кіруге келгенде, екі адамнан басқасының барлығы дайын емес болып шықты.
Және білесің бе, мен қандай қорытындыға келдім? Құдай бізді жетелей алады. Біз оның процесінде бола аламыз, және процеске берілмеуіміз мүмкін. Біз оның процесінде болып, осы жағдайлардан өтіп, осы процеске берілмеуіміз мүмкін. Барлық еврейлер жүрді, олар процесте болды, бірақ процесс оларды өзгерткен жоқ. Олар бұрынғы күйінде қалды. Олар Мысырдан шықты, бірақ Мысыр олардан шыққан жоқ. Біреу осылай айтты. Білесің бе, кейіннен белгілі болады, білесің бе, мүмкін. Құдай бізді батаға кірер алдында тапсыруымыз керек басты емтиханға апарған шығар. Ал еврейлер Құдайдың бәрін шешетініне сенуге дайын болуы керек еді. Мына Ог деген Амарей патшасымен, оның төсегінің ұзындығы 6 ені 3 болған, Құдай бәрін қалай шешетінін. Егер олар онымен келісе алмаса, Құдай онымен келіседі. Ол кейін онымен келісті. Бірақ бұған сену керек еді. Сондықтан білесің бе, менде 2 жол ғана бар деген қорытындыға келдім. Егер біз еріп кетсек, шөл далада өлуіміз керек немесе процеске келісуіміз керек. Құдайдың еркіне кіру үшін оған жай ғана келісуіміз керек. Бағасы қандай жағдайда да болады. Билетсіз сен сырғып өте алмайсың, ал жол әрқашан сынақ пен сенімді шыңдау арқылы өтеді. Егер біз мұны түсінбесек, онда білесің бе, ыңғайлы позаны таңдап, орындықта қимылдап отырғандай өмір сүреміз. Мен Құдай сенің таңдауыңды мұқият бақылайтынын айтамын. Сен оның еркін немесе ыңғайлы жайбарақаттықты таңдайсың ба? Тек қана бір ғана жол бар, білесің бе, ертеңіне қамқорлық жасау. Бұл бүгін дұрыс әрекет ету, бүгін иемізді тыңдау. Міне, бұл сенің ертеңіне қамқорлық жасау. Дұрыс таңдау жасау, бірақ таңдау әрқашан біздің қолымызда болады. Ал Құдай немесе ыңғайлы поза. Көбінесе Құдай мен ыңғайлы поза, бұл әртүрлі нәрселер. Құдайды таңдау бұл ыңғайсыз позаны таңдағанмен бірдей. Мұны қайдан білетінімді білесің бе? Мен ыңғайлы позаларды таңдадым, және әрқашан бір нәтижеге, бір ғана салдарға әкелетінін білемін. Міне, ыңғайлы позалардың қарғысы бәрін білемін. Жай ғана өзіңе ыңғайлы болғанын таңдайсың, және содан кейін ол басталады, біраз уақыттан кейін проблемалар туындай бастайды. Күзде 7 жыл болады. Құдай мені Юраның бақшасында ыңғайсыз жағдайға қалдырды, мен қонған жерім осы мен үшін өте ыңғайсыз жағдай болды. Білесіз бе, менің Иван деген досым Сібірде болды. Біз бір-бірімізге қоңырау шалдық. Мен Иван дедім. Сол қиын қыстау кездерде ол мені қолдады. Мен, білесің бе, қазір ең көп дедім. Менің үлкен тілегім, мен осы жағдайлардың барлығында адал екенімді дәлелдейтінімді көргім келеді. Мен өтіп бара жатырмын. Егер мен Құдайға адал болсам, Құдай мұнымен не істейді? Мен мұны көргім келеді. Мен жай жүремін. Бір күні мені қайда апаратынын көру үшін, Құдай мені жай ғана жетелейтінімен толықтай келісемін. Және бүгін жақсы, біз қазірдің өзінде бәрі өзгергенін көріп отырмыз. Білесіз бе, содан кейін әр жексенбіде мен сол кезде қыс болатын, мен кетіп бара жаттым Краснодарға, және мен қала бойымен жүріп оған уағыз айттым. Бір адам сол жерде үсіп қалады. Міне мен телефонмен Зимой рука там отмерзает. Сол кезде қыс болады. Уезжал в Краснодар, и я ходил по городу и проповедовал ему одному. Один человек слушал. Мені тыңдады, ал қыста қол сол жерде үсіп қалады. Міне мен телефонмен сөйлестім, оған уағыз айттым, және есімде сол кезде мен көбінесе үміт туралы айттым. Құдай Иосифті құдықтан, Лазарды қабірден, Давидті Адолам үңгірінен, ал Исаны Изатты шығарды. Бірақ әрқашан Құдайдың қозғалысының алдында ыңғайсыз позада күту мен үміт уақыты болды. Әрқашан бірдеңе болды. Құдай сенің жүрегің не айтып жатқанын мұқият тыңдайды, қашан сен осыған тығылып қалсаң. Ыңғайсыз позада кейде бұл жылдар болуы мүмкін, өйткені білесің бе, міне бәрі не? Давидтің жүрегі айтқаны осы ыңғайсыз позада, Вадолам үңгірінде, ол Інжілде, Забурларда жазылған. Біз мұны оқу үшін
Мы читаем это, чтобы мы учились... Біз осы заманда қалай дұрыс өмір сүруге үйренеміз. Давид 2 рет таңдау алдында тұрды, қашан ол сол күні оңай. Выбором. Когда... Потому что... Ол бұл процесті тегістейді, біздің қисаюымызды тегістейді. Ол біздің қисаюымызды тегістеуге шақырылған, және бұл Он призван выровнять наши искривления. И этот процесс әрқашан ауырады, ол бізге ыңғайсыз болып көрінеді, бірақ дәл осы өзгерістерге бат алу жолы болып табылады. благословение к изменениям, Бат алуға сондықтан мен бәрін Құдайдың процесінде икемді болуға шабыттандырамын. Я мотивирую всех быть, знаешь, податливыми в Божьем процессе, быть готовым. Дұрыс емес таңдауыңызды дұрысқа өзгертуге дайын болу. Кейде бұл Юнус сияқты болып кетеді. Это может, знаешь, произойдет, как у Ионы в чреве. Киттің қарнында менде де солай болды, бірақ сонда да дұрыс емес шешіміңізді дұрыс шешімге өзгертіңіз. Правильное решение на правильное. Когда ты Сен сынақтардан, азғырулардан, жағдайлардан өткен кезде мен саған айтайын, бұл рухани әлем сенің жүрегіңде кім патша екенін анықтайды. Сондықтан орындықтың үстінде қимылдап поза таңдағанда абай бол. Когда вот ерзаешь по стулу, выбирая позу, вот это Міне бұл поза Құдайға ұнау керек. Ертең саған жақсы болу үшін емес, дәл саған. чтобы завтра хорошо было именно тебе. Если Егер бүгін Құдайдың алдында дұрыс болсаң, ертең ең алдымен саған жақсы болады. завтра хорошо будет в первую очередь тебе. Когда мы Біз білесің бе, біздің артқы жағымыз үшін жайлылық туралы қамқорлық жасаған кезде, біз ол туралы емеспіз. вот мы не о том заботимся. Қамқорлық жасаймыз, біз ол туралы қамқорлық жасамаймыз. Өйткені киелі кітап қамқорлық жасау керек дейді. Жүрек туралы қамқорлық жасау керек, назарыңызды сол. Өйткені одан өмір бұлақтары шығады. Ал аяғында мен уәде еткендей орындықтар туралы оқып берейін. Про стулья, как я обещал, прочитаем про стулья, что говорит Библия. Киелі кітапта Луқа 14 тараудың 7-11 өлеңінде не делінгенін байқайсың ба? Шақырылғандардың қалай бірінші орындарды таңдағанын. Те же, как званые, выбирали первые места. Оларға астарлы әңгіме айтты. Егер сені біреу үйлену тойына шақырса, міне процестің басы. Кем на брак. Вот оно, начало процесса. Ал сен шақырылдың, сен шақырылдың, сен шақырылдың, сен шақырылдың, сен қазірдің өзінде шақырылдың, міне басы. Уже позван. Вот оно, начало процесса. Процесс келесі Иса бұл процесте таңдағаныңызды қарайды. Смотрит. Что ты выбираешь в этом процессе? Удобно. Ыңғайлы немесе ыңғайсыз, сіз қандай процесте өмір сүретін боласыз, және бұл жерде жазылған. В каком процессе ты будешь жить? И вот написано, что Иисус Иса біріншіден, отырмаңдар, өйткені ол шақырғандардың кейбірі сенен де құрметті болады. почетнее тебя, Және сені шақырған. звавший тебя и его, подойдя Келе жатқанда мен саған усупи оны орналастыр деп айтпас едім. Содан кейін ұяттан соңғы орынды алуға тура келеді, бірақ қашан? дом должен будешь занять последнее место. Но когда зван Егер сізді шақырса, келіп соңғы орынға отырыңыз. Сонда сізді шақырған адам келіп, дос деп айтсын. подойдя, сказал: друг, смотри, Қараңызшы, сіз ең ыңғайсыз орынды таңдадыңыз. Егер сіз ең ыңғайсыз орындықты таңдасаңыз, Иса айтады. табуретку, а Иисус Иса келіп, досым, ол ең ыңғайсыз жерді таңдаған адамды дәл осылай атайды дейді. самое неудобное место называет, потому что Өйткені оның өзі жер бетінде болғанда сарайда туылып, айқышта өлетінін таңдады. такую же родиться в хлеву, умереть на кресте. Вот был выбор. Міне Исаның таңдауы болды. Содан кейін ол жоғара отыр дейді. Когда он скажет, Міне ауысу процесі. процесс Көріп тұрсың ба? Иисус Иса сен ең ыңғайсыз орындықты таңдаған кезде сені байқайды. табуретку. Содан кейін жоғары отыр, содан кейін деп жазылған. И тогда написано: пересядь выше, тогда будет Сенімен отырғандардың алдында саған құрмет көрсетіледі. бой. И Өйткені өзін өзі көтерген әркім қорланады, ал өзін қорлаған адам көтеріледі. а унижающий себя возвысит. Көтеріледі. Видишь, Көтерілу алдындағы процесті көріп тұрсың ба? Ал қорлау процесіне келісім. на унижающий Көтерілу алдындағы процесс бұл. перед возвышением это согласие. Қорлау процесіне келісім. Құдайдан келген орындық әрқашан ең алыс бұрышта тұрады, және ең Будет стоять в самом дальнем углу и будет самым неудобным. ыңғайсыз болады. Но то Бірақ оны таңдағандарды ғана Иса достар деп атайды, және басқа позицияға ауысады. Дәл солай жазылған. в другую позицию. Ну так написано. Білесің бе, киелі кітаптағы барлық Құдайдың уәделері біздің уәделеріміз, бірақ іс жүзінде сенікі ғана. Но практически твоим являются только те, которые ты можешь Сенбілікпен, шыдамдықпен, кішіпейілдікпен, мойынсұнумен, адалдықпен және кіре алатын. и так далее. То есть процесс. Процесс, егер біз процесстен бас тартсақ, онда біз ешқайда келмейміз. Міне біздің мәселеміз. Приходим. Вот в чем наша проблема. Мәселе, егер біз өзгеруден бас тартсақ, егер біз қалдырмасақ, егер біз бізге ұсынатын нәрсемен келіспесек. Не соглашаемся с тем, что предлагает нам Бог. На Құдай қандай да бір кезеңде бұл бәрі тоқтатылады, бірақ қандай да бір кезеңге дейін біз жүре аламыз. Сондықтан мен аяқтадым. мы можем идти. Поэтому я закончил. Давайте Қане, қысқаша дұға қылып, аяқтайық. Әке, барлық даңқ саған, иемін, мен сенің жүректеріміз дайын болу үшін саған дұға етемін. чтобы наши сердца, они были готовы к процессу. Процестерге Израиль өткен барлық ыңғайсыз тұрақ орындары бізге беретін барлық нәрсені қабылдау. Места стоянки, через которые проходил Израиль,
Соңғы орынға кетуге кеңес беретін барлық жерлер Құдайым өзімізді көтермеу үшін, өзімізді көтермеу үшін. Бірақ мойынсыну. Содан кейін сен бізге келіп, бізді дос деп атайтын және бізді жоғары көтеретін адам боласың. Еміз ішінде. Келесі маусымда, келесі біздің батамыз. Біз әрқашан осы процестен өтеміз, мойынсыну процесінен. Еміз, бізге осы процесте мойынсынуға мүмкіндік бер. Сонда сенің есімің біздің өмірімізде дәріптеледі. Әумин. Әумин, қол шапалақтаулар.